Сәлеметсіздер ме балалар? Әдебиеттік оқу пәніне қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеру үшін мына өлең жолдарын бірге оқиық. Күннің нұрын алақанға саламын, жүрегіме басып ұстай қаламын. Жарық, жылы, нәзік әрі мейірімді болып кетер сонда дереу жан-жағым. Ендеше балалар, бүгінгі күндерің сәтті өтуіне тілектеспін. Әдебиеттік оқу пәнінің тақырыбы судың пайдасы. Сабағымыздың мақсаты шығарма кейіпкеріне хат, ертегі, өлең, әңгіме жазу. Бүгінгі сабақта шығарма кейіпкеріне хат жазаламыз. Қажетті ақпаратты тауып, өз ойымызды жеткіземіз. Барлық сұрақтарға дұрыс жауап беріп, есте сақтау қабілетімізді жақсартамыз. Ендеше балалар, сабағымызды бастамас бұрын жұмбақтар шешуге шақырамын. Жылт-жылт еткен, жылғадан өткен. Су. Отқа жанбас, суға батпас. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл жұмбақтың жауабы мұз. Тырсылдап түседі, жер бетіне жетеді. Жер бетіне жеткен соң ғайып болып кетеді. Бұршақ. Мамықтай ұлпа, қанттай ақ. Қыста жер бетін басады, жазда тауға қашады. Қар. Дұрыс айтасыңдар балалар, өте жақсы. Жұмбақтардың жауабы су, мұз, бұршақ, қар. Бұлар неге жатады? Дұрыс айтасыздар, бұлардың барлығы су түрлеріне жатады. Су түрлері жыл мезгілдеріне қарай түрлі күйде болатынын білесіздер. Яғни, газ күйінде бу, қатты күйінде мұз, және сұйық күйінде су болады. Балалар, судың түрлері адамзат үшін, жануарлар үшін, және табиғат үшін өте пайдалы. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы судың пайдасы. Судың пайдасы туралы бейнефильмнен тамашалайық. Сусыз өмір жоқ, бар тіршілікке нәр беретін судың адамзаттың өмірінде алатын орны ерекше. Тек соны қастерлеп, дұрыс қадірін түсініп жүргеніміз шамалы. Біздің денеміздің 70% судан тұрады екен. Ғалымдар адам бойындағы судың мөлшері небары 2% азайса, күш қуатымыздың 20% әлсіреп кететіндігін дәлелдеген. Әжелеріміздің қара суға да көңіл тоқ дейтіні де сондықтан болар. Бар жоғы 1-2 кесе су күйзеліспен шаршағанды басып, орасан күш береді. Судың адам ағзасына пайдасы. Ағзаны улы заттардан тазалайды. Таңертең тұрғанда жарты литр су ішсеңіз, зат алмасу үдерісі 24% артады. Дененің қызуын басады. Бауыр мен бүйректің жұмысын жақсартады. Ұйықтар алдында 1 стақан су ішіп жатсаңыз, жүрек талмасы мен инсульттың алдын алуға көмектеседі. Мидан гормондар бөліну үшін де су қажет. Су жеткіліксіз болғанда бірінші қан қоюланады. Салдарынан зат алмасу процесі нашарлайды. Сондай-ақ су жетіспеген кезде біздің ағзамызда гистамин көбейеді, ал гистаминнің артуы түрлі аллергиялық аурулар тудырады. Түрлі ауруларды болдырмау үшін суды қалай ішкен дұрыс? Суды тамақтанып отырып ішсе, немесе тамақтанып болған соң бірден ішсе, оның пайдасы жоқ. Таңертең ұйқыдан тұра салысымен 1,5 стақан, яғни 300 мл су ішу керек. Бұл асқазанды тазалайды. Таңғы асқа дейін жарты сағат бұрын тағы да 1,5 стакан су ішіңіз. Бұл ағзаны сумен қамтамасыз етеді. Суды асықпай отырып, жұтымдап ішкен дұрыс. Сондай-ақ
ғалымдар түрегеп тұрып су ішу денсаулыққа зиян екенін ескертеді. Себебі су ондайда тікелей тоқ ішекке барады. Егер суды отырып ішсеңіз, су асқазанда жиналып, ол жерде асқазан қышқылмен араласып, түрлі микробтарды жойып, бойыңызға тарайды. Жақсы, судың пайдасы туралы барлық ақпаратты білдіңдер деген ойдамын. Балалар, су адамдарға ғана емес, жануарларға да өте қажет. Олай болса, бүгін біз суыр, сұңқар, су қайда? Ертегісімен танысамыз. Оқулығымыздың 103-ші бетіне қарайық. Суыр, сұңқар, су қайда? Ертегі. Ерте заманда сиыр сызылған кербез, суырлар шапқан жүйрік болыпты. Әрі асқан тәкаппар мақтаншақта екен. Бір күні әлгі сиыр атпен ерегісіп қалып, екеуі жарысқа түсуге уәде байласады. Бұрын өткен жарыстардың бәрінде сиыр бәйге бермейді екен. Осы жолы аттан да озып, 4 аяқты жануарлардың арасындағы ең жүйрігі деген атаққа бір жола ие болуды мақсат етеді. Көмбеге төреші болып арыстан келеді. Бәстің жайын ұққан соң, ат пен сиырды бір күншілік жолға жолбарыс айдап барып, екеуін қатар тұрғызып қояды да, кері қайтуға ақырып белгі береді. Құйрығын көкке шаншып алып, танауы пысылдап, сиыр дегеннен қарасын үзіп, зулай жөнеледі. Сиырдың соңында желдей жүйткіп, ат шауып келе жатады. Жол ортасында оларға сусын беру үшін суыр тосып отырады. Бір кезде оза шауып, елірген сиыр суырға жетіп келеді де, «Сасық суыр, су қайда?» дейді. Сиырдың тәкаппар мінезіне ренжіп қалған суыр, «Сиыр сасық, су мұнда!» деп сасып, борсып кеткен лай суды ұстата салады. Шөлдеп келе жатқан сиыр судың қандай екеніне қарамастан сіміріп жібереді де, одан ары қарай шапқылай жөнеледі. Әрберден соң суырдың қасына шөлдеп ат келеді. «Суыр, сұңқар, су қайда?» дейді еркелетіп. «Жылқы тұлпар, су мұнда!» деп суыр мөлдір, тұнық суды атқа ұстата береді. Таза тұнық суға қанып алған ат бойына тың қуат қосылғандай болып, құстай ұшып, самғай жөнеледі. Сасық, лай су кеудесін алған сиыр онша ұзап кете алмайды да, 2-3 қырды асқан соң ат қуып жетіп, жанынан желдей жүйткіп өте шығады. Содан көмбеге бірінші болып жетеді. Содан бері жылқы 4 аяқты жануарлардың ішіндегі жүйрігі болып қалыпты. Кеудесін лай, сасық су алып қалған сиыр содан бері шабандап, жүгіре алмайды екен. Сиырдың жатқан кезде ыңырана күрсінетіні, өзінің астамшылық етіп, суырға айтқан дөрекі сөзіне күні бүгінге дейін өкінгені екен деседі. Балалар, ертегімен толық танысып шықтық. Ендеше ертегідегі басты кейіпкерлерді атайықшы. Суыр, сиыр, ат. Жарайсыңдар, балалар. Енді ертегі желісі бойынша тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма – кестені толтыр. Берілген тірек сөздер қай кейіпкерді сипаттайды? Кербез, тәкаппар, мақтаншақ, жүйрік, желдей жүйткіген, ренжіген. Жауабымызды тексерейік, балалар. Сиыр, кербез, тәкаппар, мақтаншақ. Суыр, ренжіген. Ат, жүйрік, желдей жүйткіген. Жақсы, жарайсыңдар, балалар.
Балалар, ертегідегі оқиғадан өзіңе қандай сабақ алдыңдар? Жарайсыңдар. Мақтаншақ болмауды, сиыр сияқты біреуді ренжітпеуді, тәкаппар болмауды, ешқашан ешкімді ренжітуге болмайтынын білдік. Балалар, келесі қалыптастырушы бағалауға назар аударайық. Ертегідегі оқиғадан өзіңе қандай әсер алдың? Кейіпкерге хат жаз. Хатыңда 3-4 кеңес беруді ұмытпа. Балалар, сендер ертегідегі кейіпкер сиырға өздерің ақыл кеңестеріңді беріп, хат жазады деген ойдамын. Балалар, сұрақтарға қысқаша жауап жазайық. Су пайдалы ма? Денсаулық үшін адам күніне қанша су ішу керек? Адам неге сусыз өмір сүре алмайды? Және де су туралы бір мақал жазайық. Сабағымызды аяқтай келе, кері байланыс жасау үшін еркін микрофон әдісін қолданамыз. Бүгін қандай жаңа ақпаратпен таныстың? Қандай ой түйдің? Жарайсыздар балалар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.